Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бірінші сыныптың ана тілі сабағы 58-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сөз және оның мағынасы. Бірінші жаттығу өлеңді рөлге бөліп оқы дейді. Яғни рөлге бөліп оқу деген кезектесіп оқуымыз қажет. Бұл жерде екі адамның рөлі болуы мүмкін да. Біреуіне біреу сұрақ қояды, келесі жауап береді дегендей. Өлеңнің авторы Сапарғали Бегалин. Өлеңнің тақырыбы қазым, қазым, қаңқылда. Өлеңді мен бастап оқып берейін. Ары қарай екінші бөлігін оқушылар оқуға болады да, оқушылардың біреу оқуға болады. Қазым, қазым, қаңқылда, көлде жүзіп салқында, жем шашайын жейсің бе, кәмпит берші дейсің бе? Оқушы: жоқ, кәмпит болмайды ас, арпа менен бидай шаш, деп қаздарым қаңқылдап, көлде жүзді саңқылдап. Ендеше бұл жерде екі жаңа рөлге бөліп оқуымызға болады. Өлең не туралы болды? Қаз туралы. Қазға сұрақ қойды, жем шашайын жейсің бе, әлде кәмпит берші дейсің бе деп сұрақ қойып жатыр. Ал қаздары жоқ, кәмпит болмайды ас дейді. Арпа менен бидай шаш дейді. Сіздерге де ата-аналарға айтатын шығар да, кәмпит деген, тәтті деген зиян деп. Тәттіні өте көп жеу, соның ішінде денсаулыққа зияндығы бар. Сондықтан кәмпиттен гөрі ас болатын нан, түрлі сорпаларды біздер өзіміздің тағамызда пайдалану керекпіз да. Міне қаздар да жаңағы бізге берген қаз арқылы айтып отырған авторымыз бізге осыны айтқысы келді деп ойлаймын. Негізгі ойы осы жерде. Ал енді үй құстары немен қоректенеді? Соны айтайықшы. Үй құстары, сіздер жем шашасыңдар да, түрлі жемдер шашып жатамыз. Уақытында суын береміз, астын тазалаймыз. Міне олардың қоректері жем, немесе түрлі нанның қалдықтарын олар қоректеніп ас қылады. Ал олардың пайдасы қандай? Мысалы, пайдасы өте көп. Мысалы, қаздың еті, майы пайдалы, қаздың майын жағады да адамдар. Сол сияқты үй құстары жаңа тауық, үйрек, оларды өсіріп, адамдар еті үшін өсіреді. Немесе кейбіреуін түрлі жаңағы жүндерін пайдаланады. Құстың жүнінен жаңа жастық жасалады. Күнделікті қолданып жүрген жастықтар осы құстың жүнінен жасалады. Жұмсақ болып келеді олар. Міне олардың пайдасы өте көп. Құстың еті соның ішінде адамға денсаулығына өте пайдалы, жеңіл, әрі қорегі мол болады. Сондықтан біздер құстардың пайдасын біле жүрейік. Өлең сонымен сіздерге түсінікті болса, келесі тапсырмаға қарайық. Үйден өлеңді рөлге бөліп оқып дайындаламыз. Екінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Сөйлемдер дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазатын боламыз. Қаз суда жүзеді. Мен 100-ге дейін санаймын. Жүзің жарқын болсын. Жүз сөзінің мағыналарын түсіндір дейді. Бұл жерде жүзеді, 100-ге дейін, жүзің жарқын болсын деген 100 деген мағынада сөзді көріп тұрмыз, бірақ та олар әртүрлі мағынада қолданылған. Яғни бізде дыбысталуы бірдей, мағынасы әр басқа сөздер болады екен. Яғни айтылулары бірдей. Суда 100. Бұл 100 саны. Жүзің жарқын деп айтып жатамыз. Жүзі суық дейміз. Міне осының мағынасы әртүрлі екен бірақ. Мысалы, жүзеді, бұл жерде қимылды білдіріп тұр да. Мен 100-ге дейін санаймын. Бұл жерде санын білдіріп тұр да. Бір заттың саны нешеу екендігін. Ал жүзің жарқын деген бұл жерде адамның келбетін айтып тұр. Ендеше айтылулары бірдей, мағынасы әртүрлі сөздер болады. Сондықтан есімізде сақтап аламыз. Мысал келтіріп кетейін. Мысалы, алма деген кәдімгі жеміс. Немесе мына қағаздарды рұқсатсыз алма деп кейде айтып жатамыз. Ол кезде де алма деген сөзді қолдандық. Сонда айтылуы бірдей, мағынасы әртүрлі екен.
мысалы нан дейміз да. Мысалы нан жейміз, кәдімгі нан, үйде қолданатын нан. Нан қорек болады дейміз. Немесе менің сөзіме нан деп айтып жатамыз. Бұл жерде менің сөзіме нан деген, менің сөзіме сен деген мағынаны білдіреді екен. Міне сондай айтылуы бірдей, мағыналары әртүрлі осындай сөздер кездеседі. Сондықтан есімізде сақтап, олардың мағынасын ажыратып үйренейік. Келесі үшінші жаттығуда күйуардан жаңылтпашты тыңда дейді. Таптырмай қырдан құр, қайттық біз құрдан құр. Таптырмай қырдан құр, қайттық біз құрдан құр дейді. Бұл жерде құр деген құстың аты, ал қайттық біз құрдан құр, қолымызда ештеңе жоқ, құрдан құр келдік деген мағынаны білдіреді. Сонда жаңылтпаштағы құр деген сөз айтылуы бірдей, мағынасы әртүрлі сөздер екен. Сондықтан есімізде сақтаймыз. Құрметті оқырмандар, сіздерге каналымызда тапсырмаларды орындау ұнаған болса, каналға тіркелуді ұмытпайық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.